ер азаматтың бір қателігі қаншама тағдырды құртып жіберді. Егер сіздің сүйіп қалған жігітіңіздің одан кейін біліп жатырсыз, 2 баласы және әйелі бар. Сондай кезде сіз қалай әрекет етесіз? Жауабын бір сұхбатпен бүкіл қазақ еліне айтып берген болатынмын. Сондықтан да жаңа предательствоны айтып жатыр ғой, енді сатқындық жасауға болмайды. Отбасы деген ол өте құнды дүние екенін бағалау керек. Ол сатқындық жасағаннан ер адам да, әйел адам да жақсылыққа жетеді деп айтпаймын. Ешкімге керек емеспіз. Өз күнімізді өзіміз көреміз. Сендер үлкендер, балықтар, өтіріксіңдер. Мама, мында су болды. Орамалымыз. Алматылықтар дайын болыңыздар. Нағыз драма, нағыз өмір. Біз кино көрген жоқпыз, біз өмір көрдік. Өмірде неше түрлі жағдайлар болады ғой, бірақ бұл шынайы болған оқиға екендігін соңында білгенімізде тіпті ана жерде мен кино барысында сол өмірге кіріп кеттім. Ал енді соңында бұл шынымен де болған оқиға екенін білгенде тіпті мен енді шынымен де толықтай жеткізе алғандығына сондай таңғалып тұрмын. Өзінің туған баласы болмаса да, шын адал махаббат ана мен баланың ортасындағы махаббат екенін тағы да бір дәлелдей алды бұл кино. Ер азаматтың бір қателігі қаншама тағдырды құртып жіберді. Енді кешіріңіздер, сіздер мөлдірді білетін шығарсыздар. Айман дегенде келін бар. Енді ол кісі сөздің ашығын айтайын. Сіздер қатты ұят болып тұрмыз. Қазір 2 күн болды, Тұрсынбек таппай жатырмыз. Жоқ, оны күлкілі, немене күлесіздер? Байың 2 күн жоқ болса күлесіңіз. Мен күлкішін айтып тұрған жоқпын, немен шынымды айтып жатырмын. Енді ол кезде басынан операция жасаған білесіздер бәрін. Сосын ана іздейтін жерді десем, ояқты іздей алмайды екен ана кісі. Демайды да бірден. Сондықтан да ол 2 күн жоқ адамды мен енді кешіріңіздер дедім. Ал енді біздің қалыпты құдіретін одан да басқа кісілер жетеді. Бағана енді күліп отырсыздар, ән айтқанға шапалақ ұрып отырсыздар. Тұрсынбекті өзінің әйелі таппай жатқанда мені табады деп отырсыздар ма сол? Енді маған ренжімейтін шығарсыздар. Енді өзі бұл әлемде тірі болатын болса, білмеймін, кіммен хабарласатын, тиктоктан шығып кетті, білмеймін. Хабарласса да маған бәрібір болып. Әкелері жіберген болар, енді білдіртпей деген сияқты. Сөйтіп балаларын сұрадым, әкелердің қатысы жоқ па деп едім, жоқ деді. Экс-жұптар таяуда тұңғыштарын бірге шетелден күтіп алды. Арадағы үлкен үзілістен кейінгі Тұрсынбек пен Мөлдірдің алғашқы кездесуі осы болған. Тағы секрет ашайын деп тұрсың. Сіздерден бар ғой, қашып құтыла алмайсың. Сол кезде мен Тұрсынбекті бір рет көрдім. 1,5 жыл шығар. Амандастық. Амандастық, сәлем дедік болды. Ешқандай сөйлесіп, телефон арқылы да, SMS арқылы да өмірде де кездеспеген едік, сөйлеспеген едік. Ешқайсымыз бірінші қадам жасамайды. Тұрсынбек Қабатов қазір екінші әйелімен ашық махаббаттарын көрсетіп жүр. Ал сізде жеке өмірде не жаңалық? Жоқ әзір. Жоқ. Мен асықпаймын да, сөзін шыны керек. Асық не керек бар. Жігітің бар ма? Іздеу саламыз, жігіт бар ма? Розы. Қайда, оны мен дайын емеспін ондайға. Жақсы, ладно. Кейде бір парочкаларды көрген кезде қызығып қаламыз. Оның жасыратын несі бар. Хочется, конечно, қолын ұстап, көшеде демалып. Қазір менде андай уақыт қайтадан артқа, 22 жылға артқа, ол да қызық екен, бірақ мен не советую, конечно, ондай керек емес, ондай нәрсе. Үгіттемеймін, агитация жасамаймын. Ажырасыңдар деп ажыраспаңдар. Бірақ егер басыңа сондай күн түссе, оны да қабылдау керек. Және де мен өзімді қазір бойдақ, еркін, сондай
Конечно, вообще керемет, свобода. Балаларың өсті. Қыздарың өсті, бірақ балаларың өскен жоқ қой. Райымбек қазір кішкентай. Жетіде жаным. Сондай жаным, жақсы көремін кішкентай ұлымды сені. Мен Асанәлін жақсы көремін. Жақсы, рахмет. Өсіп келе жатыр, Асанәлі. Мама, ертең қанша қыздың жүрегін ауыртады. Құдай қаласа. Сұлудан сұлу туады, сұлулық тұқым қуады дейді. Мынандай сұлуларға қоймай туа беру керек. Тағы 2-3 туыңыз енді. Жақсы. Рахмет, бітті. Всем привет, как у вас дела? Я хотела с вами поговорить на одну очень-очень важную тему. Многие думают, что я не знаю казахский язык. Ну, думайте, что хотите, но просто я хотела вам сказать то, что мен қазақ тілін білемін. Мен қазақша сөйлей аламын, мен қазақша оқи аламын, мен қазақша жаза аламын. Бірақ менің қазақша сөйлеген ешкім естімеген шығар. Бірақ мен кішкентай болғанда мен қазақ тілін прям идеально білетін едім, прям 100%-ға. Бірақ қазір мен бірінші сыныпқа көшкеннен кейін мен қазақ тілін кішкене ұмытып бара жатырмын. Себебі мен бірінші сыныптан бастап мен ағылшын мектебінде оқимын. Мен ешқашан ағылшын мектебінде қазақша мектебінде оқымағанмын. Менің достарым бәрі орысша сөйлейді. Менің бүкіл құрбыларым, достарым бәрі ағылшынша және орысша ғана біледі. Бірақ қазақша біледі, бірақ именно сөйлегенде мен олар қазақша сөйлемейді. Сондықтан және мен отбасыммен жүргенде бүкіл отбасым, айым, әдемі, әкем, анам бәрі қазақша сөйлеп жатқанда мен орысша сөйлеу мүмкінмін. Себебі менің қазақша сөйлеген маған ұнамайды. Себебі менің акцентім бар, ол рас. Мен ұмытып бара жатырмын қазақ тілін, ол рас. Мен қазақша сөйлегенде тілім былай шатасып кетеді, ол рас. Бірақ маған орысша сөйлеген ыңғайлы болса, сендерге негізі бәрібір болу керек. Себебі ол менің тілім. Мен өзім айтқанын өзім білемін. Маған сен қазақсың ба, осы қыз неге қазақша сөйлемейді, осы қыз орыс па, неге қазақша сөйлемейді дегенде маған кішкене бай обидно, но окей, өйткені мен өзім қазақша сөйлемейтінді білемін. Және де айтқым келгенім, ол 40 жастағы аналар, әкелер, не знаю, кто там. Пожалуйста, женщины, мужчины, хватит писать то, что я не знаю казахский. Если вы не слышали того, что я разговариваю на казахском, это не значит то, что я не знаю. Вы вот знаете, мен 40 жастан асқан адамдар қатты бай тиіседі қазақ тіліне. Бірақ мен білмеймін неге оларға бәрібір емес деп. Сондықтан, пожалуйста, надеюсь, вы это услышали, вы, надеюсь, это видео увидели. На будущее скажу то, что, еще раз повторяюсь, я никогда не училась в казахской школе, у меня все друзья на русском разговаривают, так что, пожалуйста, меня понять. Всех люблю, всех целую.